Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі бірінші сабағымыздың тақырыбы қазіргі заманғы физиканың рөлі. Сабағымыздың мақсаты қазіргі замандағы физиканың рөлі туралы пікір айту және өз ойын дәйектеу. 10 сыныптың бірінші бөлімшесі. Физика пәні физикалық ғылымның бір бөлігі. Қоғамдық құбылыс ретінде адам өмірінде қандай да бір орын алатын пайда болу және даму процесі болып табылады. Физика тарихын білу физикалық білімнің толыққандылығы болып саналады. Ньютон, Максвелл, Эйнштейн және басқа да әйгілі ғалымдардың еңбектерінің арқасында адамзат ақиқаттың шексіз теңізі жасырынған есікті ашып отыр. Дегенмен, қоршаған әлемнің біз білмейтін қаншама құпиясы бар. Физика тарихын ғылым және оқу пәні ретінде қарастырудың бірнеше принципі бар. Дегенмен, қоршаған ортаның әлемнің біз білмейтін құпиясын ашу, яғни физика пәнін білу. Физика 17 ғасырда философиядан бөлініп шыққан ұмытпау. Физиканың даму тарихымен танысу, ұлы ғалымдардың еңбектерін қарастыру, зерттеу. Бұл курс қоғамның даму тарихымен бірге қарастырылып отыр. Ғылым ретінде физика тарихының мақсаттары физиканың дамуын тарихи тұрғыдан сатылап көрсететін деректерді жинақтау. Физика ғылымның даму процесін оқыту, даму заңдылығын зерттеу, физика тарихының педагогикалығы. Физиканың басты ғылымдардың, әсіресе жаратылыстану ғылымдарымен байланысы өте маңызды. Физика іргелі заңдылықтарының құбылысын зерттейді. Бұл оның жаратылыстану математикалық ғылымдарының барлық циклінде жетекші рөл атқарады. Физиканың жетекші рөлі 20 ғасырда анық байқала бастады. Физика мен басқа жаратылыстану ғылымдарының түйісінде жаңа ғылыми пәндер пайда болды. Мысалы, химиялық физика, астрофизика, биофизика. Химиялық физика атомдар мен молекулалардың электрондық құрылымын зерттесе, астрофизика ғаламдағы физикалық құбылыстардың алуандығын зерттеді. Биофизика тірі ағзалардың физикасын зерттеумен болды. Физика мен математика өте тығыз байланысқан. Математика табиғат заңдылықтарының нақты ғылыми өрнегін шығару үшін физика үшін үлкен көмекші қару болып табылды. 19 ғасырда жылулық құбылыстарды зерттеу жылу қозғалтқыштарының жылдам жетілуіне ықпал етті. 20 ғасырдың бірінші жартысында телеграф, ғасырдың ортасында электр жарығы, кейін электрқозғалтқыштар пайда болды. Физика мен техника да тығыз байланысқан. Техника қолданбалы физиканың көзі болып табылды. Ғылыми техникалық прогресс жаңа серпінмен дамыды. Алдымен вакуумдық электроника, 50 жылдары жартылай өткізгіш электроника, 60 жылдары микроэлектроникалар пайда болды. Электроникадағы прогресс озық радио байланыс, радио басқару, радиолокация жүйелерінің құрылуына ықпалын тигізді. Электрондық есептеуші машиналарының өнімділігі артырып, жадысы жақсартылды. Функционалдық мүмкіндіктері артты. Роботтар пайда болды. Өнеркәсіптік жаңа механизмдер пайда болды. Физика мен философия біршама уақыт физикасы мен философтарда айналысты. Ежелгі заманда ғана емес, тіпті осы заманда да айналысып келеді. Физика тарихының даму кезеңдері болды. Бірінші кезең бұл алғашқы кезең, біздің заманымызға дейінгі 16 ғасыр. Оған ежелгі заман антикалық кезең болды. Екінші кезең физиканы ғылыми ретінде қалыптасу дәуірі 17 ғасырдың басы мен 18 ғасырдың соңына дейінгі кезең болып анықталды. Осы уақытта физиканың негізі салынып, жеке ғылым болып бөлініп, өз жетістіктеріне жете бастады. Студенттер, сіздерге өзіндік жұмысқа арналған мынандай сұрақтар бар. Осы сұрақтарға жауап беріп,
кері байланысқа шығуларыңызды сұраймын. Сау саламат болыңыздар.